Қайырлы күн, мен сіздерге бүгін Каспий приложениесі арқылы пенсионка мен социальный отчисленияны қалай қарау керектігін көрсеткім келеді. Ол үшін Каспий приложенияға кіреміз. Госуслугу дегенді басамыз. Мына жерде цифровые документы дегенді басасыздар. Мына жерде справки деген соңындағысын басасыздар. Мына жерде егер пенсионка бойынша пенсионный отчисление бойынша выписка керек болса, біріншісін басасыздар. Социальный отчисление бойынша выписка керек болса, екіншісін басасыздар. Мен пенсионный бойынша алғым келеді. Мына жерде өздеріңіз білесіздер периодты соңғы жылды таңдағыңыз келсе, соңғы жылды таңдайсыздар да получить справку дегенді басасыздар. Міне шамамен 20 минут уақыт өткеннен кейін маған сообщение келді Каспийден, справкаңыз дайын деп. Енді оны ашу үшін Каспийге кіреміз. Міне справка дайын. Міне справкаңыз дайын.